Дұрыс ұйқы. Ұйықтап тынығу, күш-қуат, сергектігі қалпына келтіру адамзатқа Алланың берген ұлы нығметі. Ұйқысы бұзылған адам бұл нығметінің қадірін жақсы түсінеді. Үнемі ұйқысы қанбай, ұдайы шаршап жүретін адамдардың ең бірінші шағымданатыны осы. Ұйқы мидың үйлесімді жұмысының көрінісі. Ұйқы арқылы ағза жұмыс істеу қабілетін арттырып, күш жинайды. Адам ұйықтаған кезде бұлшық еттері босаңсып, тыныс алу сирейді. Жүрек қағысы бәсеңдеп, дене температурасы, қан қысымы төмендейді, зат алмасу процесі баяулайды. Дұрыс ұйқының маңыздылығы. Көп адам өмірін жақсы жаққа өзгерткісі келеді. Біраз нәрсені қолға алып ретке келтіруге тырысады. Ішер асына мән береді. Спортпен айналысады. Күндік жоспарын құрады. Алдына үлкен мақсат қояды. Бірақ жетістікке жетуді ұйқының маңыздылығын ескермейді. Ерте жату құндылығын басқа шаруаларға, ермектерге айырбастай салады. Нәтижесінде ертеңгі күні өнімсіз, берекесіз болады. Жасаған жоспары толық жүзеге аспайды. Адам толық тынығып, күні бойы жоғалтқан энергиясын қалыпқа келтіріп, келесі күнге күш жинап, сергек болу өте маңызды. Қалта фонын түнде қуаттай алмаған адам ертесі күні қандай қиын жағдайға тап болса, ұйқысы қанбаған адамның жағдайы да дәл солай. Шамадан тыс артық ұйқы да, қанбаған кем ұйқы да адам ағзасына зиянды. Зерттеу бойынша 10 сағаттық артық ұйықтаған адамның ми жұмысы нашарлап, есте сақтау қабілеті төмендейді екен. Сондай-ақ көп ұйықтаған адамдар көбірек депрессияға ұшырайтындығы анықталған. Мұнымен қатар, көп ұйықтаған адамдарда қант диабеті, жүрек қан тамыр ауруына, семіздікке шалдығу көбірек кездесетін көрінеді. Кейбір зерттеулер 8 сағаттан көп ұйықтағандардың өмірі бұл мөлшерден аз ұйықтағандарға қарағанда 15% қысқа болатындығы жайлы айтқан. Көп ұйықтайтын адамдар ішкі ресурстары мен қабілет-қарымын тиімді пайдалана алмағандықтан үнемі өздеріне көңілі толмай жүреді. Артық ұйқы мақсатсыз, үмітсіз, яғни өзіне деген сенімсіздіктен туындайды. Қанбаған ұйқының зияны. Зерттеу нәтижесі көрсеткендей, әдеттегі қажет ұйқының мөлшері 90 минутқа қысқарған жағдайда адам бойындағы концентрацияның 1/3 жоғалады екен. Жалпақ тілмен айтқанда, қандайды бір нәрсені түсіну, жеткізу, байқау, есте сақтау сияқты қабілетіңіз 33%-ға төмендейді деген сөз. Нәтижесінде жол бойында немесе өндіріс алаңында апаттық жағдайлар туғызуыңыз бек мүмкін. Статистикаға сүйенсек, әр 5-ші жол апаты жүргізушінің ұйықтап кетуінен орын алатын көрінеді. Зерттеулер нәтижесі бойынша ұйқысы қанбайтын адамның ауруға шалдығу ықтималдығы 3 есеге артық. Оның себебі ұйықтағанда адамның иммунды жүйесі цитокин ақуызын жинайды. Ал адамның ұйқысы қанбайтын болса, цитокин қажетті мөлшерде түзілмейді. Нәтижесінде иммунитет төмендейді. Сондықтан тұмау секілді ауруларға шалдыққан кезде көбірек ұйықтап тыныққан жөн. Ұйқы ем деген сөз текке айтылмаған. Аз ұйқы артық салмақ қосуы мүмкін. Адам бойында тәбетті реттеп отыратын гормондар бар. Біріншісі тоюды, қанығуды білдіретін лептин гормоны. Тамақ жегенде осы гормон арқылы тойғаныңызды түсінесіз де ас жеуді тоқтатасыз. Ал ұйқыңыз қанбай қалған жағдайда адам ағзасында бұл гормондар әдеттегіден аз бөлінетіндіктен сіз тойғаныңызды аңғармай тамақтан көп жейсіз. Сондай-ақ адам денесінде грелин деп аталатын ашық гормоны бар. Осы гормон арқылы сіз қарныңыздың ашқанын түсіне қоясыз. Ал ұйқыңыз қанбай сапалы тыныға алмаған күні бұл гормондар әдеттегіден көбірек бөлінеді. Нәтижесінде сіздің артық тамақ жеуге деген тәбетіңіз ұлғаяды. Ағзаңыз ұйқыдан ала алмаған жетіспеушілікті толтыру үшін ұн өнімдеріне, тәтті секілді көмірсулы тағамдарға тартып тұрады. Нәтижесі артық салмақ. Түнде дұрыс
тынықсаңыз, таңертең бой қуатыңыз толық болады. Күні бойы неше түрлі адамдармен араласып, көптен кездесуде боламыз. Түрлі жұмыс атқарамыз. Кешке қарай діңкеміз құрып әбден шаршаймыз. Ертесі толық тынығып, қуат жинап үлгермесеңіз, ерте тұру қиынға соғады. Нәтижесінде миымыз түрлі сылтауды алға тартып, жалқауланып жатуға, істерді кейінге қалдыруға, құмбыл күйге түседі. Біздің ерік-жігеріміз физикалық күйімізге, бойымыздағы энергия деңгейіне тікелей қатысты. Шаршаған кезде дұрыс шешім қабылдауға қауқарсыз боламыз. Ұйқыңыз қанбаса, күні бойы мең-зең болып, еш нәрсеге зауқыңыз соқпай, ағзаңыз үнемі ұйқы тілеп жүреді. Не істесеңіз де баяу және салғырт жасайсыз. Нәтижесінде істеген жұмысыңыз өнімділігі төмендейді. Қазақтың еріншек түске дейін ұйықтайды, кешке дейін есінейді дегені осы. Ұйқыңыз қанбаған күні жаман әдеттерге үйіргелесіз. Ағзаңыз ұйқыдан ала алмаған ләззатты никотин, кофеин секілді зиянды заттардан алуға құштар. Ұйқысырап жүрген пенде ренжігіш келеді, еш нәрсені ұната қоймайды, сіркесіз су көтермейтін ашушаң болады. Ұйқысы қанбаған адамның ағзасы дұрыс тыныға алмағандықтан түрлі әлпеті сұрықсызданып, беті көзінің айналасы домығып ісіп кетеді. Уақытылы ұйықтамаған адамның терісі қыртыстанып қартая бастайды. Күн мен түн. Алла тағала күндіз тіршілік, түнді тынығу үшін жаратқан. Құранда ұйқыларыңды дем алып тынығу үшін жараттым. Сол үшін түнде жарыққа перде еттім. Ал күндізді тіршілікке ыңғайлы етіп жарық қылдым делінген. Адам жаратылысы осы күн мен түннің ауысу заңдылықтарына сай реттелген. Сол себепті адам ағзасында түрлі өзгеріс орын алады. Мысалы, адам бойында сіздің ұйықта ояну ритміңізді реттейтін, дене температурасын төмендетіп, ағзаларыңызды тыныштандыратын мелатонин атты гормон бар. Бұл гормон қараңғы түскенде домалақ бездерге түзеледі. Таңға жуық мелатонин синтезі қысқарады. Керісінше жарық түскен сайын қанда кортизол деңгейі көтеріледі. Бұл гормон бізді ұйқыдан оятып сергітеді. 90 минуттық жарық қан құрамындағы мелатонин деңгейінің азаюына ықпал етеді. Нәтижесінде сіз зорға ұйықтайсыз әрі нашар тынығасыз. Тіпті қан қысымыңыздың бұзылуы мен қан ауруына шалдығу мүмкіндігі артады. Сондықтан күндіз бөлмеңі жарық болуын қадағалаңыз, мүмкіндігінше табиғи жарық түсуіне жағдай жасаңыз. Ал ұйықтар алдында бөлме жарығын барынша баяулатыңыз. Жатын бөлмеге арналған жарығы төмен шам қолданыңыз. Жатарда смартфон, телевизор көрмегеніңіз дұрыс. Жатын бөлмеде теледидар болмасын. Төсегіңізге смартфонды жақындатпаңыз. Қанша сағат ұйықтаған дұрыс? Медициналық зерттеу нәтижесі бойынша адамның жас мөлшеріне қарай ұйқы уақыты жаңа туған сәби 3 айға дейін тәулігіне 14-17 сағат, 1 жасқа дейінгі балалар тәулігіне 12-16 сағат, 3 жасқа дейінгі балалар тәулігіне 11-14 сағат, мектеп жасына дейінгі балалар 3-6 жас тәулігіне 10-13 сағат, оқушылар тәулігіне 9-11 сағат, жеткіншектер тәулігіне 8-10 сағат, жастар тәулігіне 7-9 сағат, ал ересектер 8 сағатқа дейін. 40-50 жас аралығындағы кісілерге тәулігіне 8 сағатқа дейін, 50 жастан әрі қарай тәулігіне 6-7 сағат жеткілікті саналады. Организмнің дұрыс жұмыс істеуі үшін, теңгерімін қамтамасыз ету үшін кестеде көрсетілген жас ерекшелігіне сай ұйқыңызды реттеген дұрыс. Әрине, тұрып жатқан жеріңіздің ауа тазалығы, жеке денсаулығыңыз бен күн жұмысыңызға байланысты ұйқы мөлшеріне аз-кем баланс жасап өзгертуіңізге болады. Тез ұйықтаудың жолы. Ұйқыңыз келмейінше өзіңізді қинап ұйқы шақырмаңыз. Ұйқы бір сәт бәрін ұмыту, ағзаны тынықтыру. Сондықтан өзіңізді қинап ұйқыға кету демалу қағидасына қайшы. Қарапайым ғана тәсіл. ұйықтар алдында терең тыныс алыңыз. Ештеңе ойламай, тек өз деміңізді тыңдаңыз. Бұл техниканы тыныштықта жасаңыз. Егер өткен күнге өкініп, келер күнге алаңдап жатсаңыз, бұл тәсілді жүйелеу мүмкін емес. Мұндай жағдайда жылдам ұйықтай қою қиын. Олай болса, тағы бірнеше тәсіл ұсынып көрейін. Не істесең де ұйықтамаймын тәсілі. Кейде қатты шаршағандықтан ұйықтай алмаймыз.
төсекке дөңбекшіп мазаңыз қашады. Осы кезде өзіңізге ұйықтамаймын, жай ғана көзімді жұмып жатамын деп айтыңыз және солай көзіңізді жұмыңыз. Бұлай жасаған 10 адамның 9-ы қалай ұйықтап кеткенін байқамай қалады екен. Сіз де осылай жасап көріңіз. Қағазға қалдыру тәсілі. Бұл тәсілді ұйқысы қашатын жандар міндетті түрде жасасын. Бұл қарапайым әдіс сізді жылдам ұйықтатып қана қоймайды, ертеңгі күніңіздің тиімді болуына пайдасы зор. Ертеңгі күні не істейтініңізді ойлап ұйқы қашқанда не істеу керек? Жай ғана тұрыңыз да бәрін күнделігіңізге қағаз бетіне түсіріңіз. Жазғаныңызды қайта оқымаңыз, қағаз бетінде қалдырыңыз. Бұлай жасау сізді мазалаған ойдан арылтып тыныштандырады. Күндізгі ұйқы. Мүмкіншілік болса, күндіз түстен кейін 10-20 минут мызғып алған пайдалы. Осылай жасаған адамның санасы сергек жүреді. Жапонияда жұмыс орнында отырып, тіпті метрода кетіп бара жатып мызғып алу әдеті қалыптасқан. Ал күндізгі жарты сағаттық ұйқы инерция әсерін туғызуы мүмкін. Оянғанда мас адам сияқты біраз уақытқа дейін ұйқыңыз ашылмай, тіпті басыңыз ауырып, мең-зең күйде боласыз. 60 минут ұйықтаған адам көп жағдайда инерциялық күйде болады. Сондықтан не құс ұйқы, я болмаса қатты шаршап тұрсаңыз, күндіз түскі уақытта 90 минут ұйықтаған дұрыс. 1,5 сағатта адам ұйқының толық циклын өткереді. Оңай оянып, сергек болады. Бірақ күндіз 1,5 сағат ұйықтаған жағдайда түнгі ұйқыңыз келмейтін болса, күндіз тек құс ұйқыға мызғып алған дұрыс. Пайғамбарымыз да түсте бір уақыт тынығып алатын. Бұл ұйқы қайлула деп аталады. Ұйқыға қатысты лайфхактар. Уақытылы сапалы ұйқыны отбасылық құндылыққа айналдырыңыз. Отбасыңыздың әр мүшесінің ұйқысын қануына жағдай жасаңыз. Жатар алдында терезені ашып, ауасын тазартыңыз. Бөлме жылуы 18-20 градус болғаны жөн. Бөлме қоңыр салқын болса, ұйқы сапасы да жақсарады. Ұйықтар алдында сізді мазалайтын, ойыңызды бөлетін, стресске түсіретін нәрселерді оқымаңыз. Смартфон қолданбаңыз, теледидар көрмеңіз. Кофе секілді сергектігіңізді арттырып, ұйқыңызды қашыратын сусын ішпеңіз. Жатарда ми тынықтыратын релакс мелодиялар тыңдаған жақсы. Көршінің немесе көшедегі айқай-шу ұйқыңызға бөгет жасаса, ақ шуды, белый шум қосып қойыңыз. Көңіліңіз бөтен дауысқа алаңдамай, тез ұйықтауға көмектеседі. Егер ертерек жатқанда ұйқыңыз келмейтін болса, жатардан бірнеше сағат бұрын белсенді дене жаттығуын жасауды әдетке айналдырыңыз. Жатардан 1-2 сағат бұрын аэробика, йога секілді денеңізді босататын жеңіл жаттығулар жасауға болады. Жатарда жылы душқа түсіңіз. Ұйықтар алдында күндізгі жақсы істеріңізді, жетістіктеріңізді ойлаңыз. Мүмкіндігінше Алла берген сол күнгі нығметтер мен жақсылықтарға еске түсіріп, күнделігіңізге әрқайсысын жеке-жеке жазыңыз және арнайы алғыс айтып шүкір етіңіз. Бұл сізді керемет сезімге бөлейді, әрі ғажайып шабыт береді. Ұйықтар алдында сізді ренжіткен, көңіліңізге қаяу салған адамдардың бәрін кешіріп, сана мен жүрегіңізді реніштен тазалап жатыңыз. Ұйқыңыз келмесе, мұрынмен баяу әрі терең тыныс алып, асықпай сыртқа шығарыңыз. Осылай 5 минут тыныс алсаңыз, ұйқыңыз тезірек келеді. Егер бір шешімге келе алмай қиналсаңыз, ұйықтау арқылы тынығып алыңыз. Зерттеушілердің сөзіне сенсек, ұйқы кезінде миымыз қиын проблемаларды шешумен айналысады. Ұйықтап тұрған соң бір шешімге келу оңай. Жұмаққа лайық адам. Алла елшісі мешітте отырған сахабаларына, қазір мына есіктен жұмаққа лайық адам кіреді дейді. Сахабалардың назары еріксіз есікке ауады. Қолында аяқ киімі, сақалынан дәрет суы тамшылап бір сахаба кіріп келді. Осы оқиғадан кейін Абдуллах ибн Әмір ибн Ас атты сахаба пайғамбар жанатпен сүйіншеленген әлгі кісінің үйіне әлденені сылтауратып 3 күн жатады. 3 күн оны бақылайды. Жұмаққа лайық
амалдарын байқауға тырысады, бірақ анау айтқандай еш нәрсе байқамайды. Содан пайғамбарымыз сені жұмаққа лайық адам деп сүйіншелеген еді. 3 күннен бері сенің бойыңнан бізде жоқ ерекше қасиетіңді білуге тырыстым, бірақ сенің бойыңнан бізде жоқ ерекшелікті байқай алмадым. Қане айтшы, пайғамбар сені жұмақпен сүйіншелейтіндей, біз білмейтін сенде қандай қасиет бар дейді. Сонда әлгі сахаба, менен не көрсең мен солмын, тек басымды жастыққа қоймас бұрын жасайтын бір ісім бар. Күнде жатарда, уа алла тағалам, бүгін мені кім ренжітіп көңіліме қаяу салған болса, солардың бәрін кешірдім деп, жүрегімді реніш пен өкпеден, ашу мен ызадан тазартып барып жатамын дейді. Мұны естіген Абдуллах ибн Әмір ибн Ас, осы ғой біздің жасай алмай жүрген ісіміз деп, пайғамбар үкімінің мәнін ұққандай болады. Міне, сахаба ұсынған нағыз пайдалы медитация, санаңды бүкіл негатив ойлардан тазартып, жаныңды барлық жаман пікірлерден арылтып барып ұйықта. Қандай ғажап! Достар, менің каналыма тіркеліп және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өзіңізге ұнайтын кітаптың аудиосын тыңдағыңыз келсе, комментарийға жаза кетіңіз.